İşten бастайық. Иә, шаңырақтан бастайық, жүріңіз. Міне, ал, бисмилла деп. Артын мына үстіне кигені апаның шибар чекпенен істеп білесіздер. Анамыздың шаңырағы. Ана махинадан да аяққа киіп, әшейін кимейатты болса. Ой, міне, сол баяғы күйінше тұр. Апамыздың міне сол кездегі тұтынған мына алқалары, жүзіктері, күміс қой мына таза. Таза күмістер. Мына картинканың өзін көріңіз. Міне. Мына апа батысқа қарап жол күтіп тұрғанда. Қашан келеді деп тұр ғой. Қашан келеді деген өтті. Күбісі. Мынау сол кездегі апаның несі, пеші, қазаны, анау мынау міне. Жарықтық. Қара қазан. Өтті өмірден апа. Қоңырбай атаның 8-ші баласынан тараған кісілер ғой бұл кісілер міне. Кембайдан Бүйрекбай, Бүйрекбайдан Әлімбай, Жексенқұл, Қосшығұлы менен. Шешесіз. Но она не да, это... Самауырын. Пеші. Сумавар дейді. Түркілерден қалған дүние бұл. Самавар, сумавар дейді. Самавар өзге ұлттық емес, түркілердікі. Сумавар. Қоржыны. Ай, міне. Мүсінді келдірді. Апаның қолында қаты баласынан келген 25-ші қазан 1943 жылы жазылған дейді. Төсегі, домбыралары. Міне. Сол кездегі өздің өксін ұстаған заттар ғой мынаның барлығы. Апаның суреті мынау ғой, да? Бергәлі бай. Мынау, ана ортасындағы үстінде. Осы кісілер музейді ашқан. Екі баласы екі шетіндегі. Керемет. Мінекей. Рахмет. Өмірден өтті. Негізі шындыққа келсек, апа аштықтан, жоқшылықтан өлген жоқ. Апаны құртқан уайым. Қос баланың жолын қарап өтті ғой. Сағыныш балаға деген. Құлай қарай, Грантегорский жақ ауылмен Атарбаның кезі екен. Осылай қарай әкеткен екен. Осы жолды қараумен өтті ғой. Ана бір өлеңде бар ғой. Күн қайда терлеп ішер қызыл шайды, керемет көздің жасы жүзін шайды. Жексенқұл Қосшығұлым кеп қалды ма, аралап қайтайыншы қызылсайды деген өлең қандай келіп тұр. Алтынбек көкеміз осының барлығын Алтекең Алматыдан келген сайын апаға жолы үй жайын көріп айтып бүйтіп кетіп жүретін. Міне, сол кісінің де еңбегі зор. Ол кісіден қалған тірліктің бауыры, інісі, мына кісі қолға алды. Қараңыз. Қандай тамаша ғана. Сол заманның сағаттары. Фотоаппарат. Ана. Апа негізі мына Таластың қызы екен. Покровка жақ бар ғой, осы жақтың қызы екен. Қазақ па, қырғыз ба? Қырғыз екен. Керемет. Рухани азық алатын мекен. Иә, міне. Тарих. 52 жыл. 52 жыл. 52 жыл тұрды. Біз қазана үйдің қандай қалыпты болғанын көресіздер. Енді көрейік. Зергер бауырымыз Астанаға Әлібай Берікке бүткіл ел болып, ауыл болып, аудан болып рахметімізді айтып отырмыз. Рахмет. Қазақтың мақтанышы ғой бұл аға. Керемет. Мынау сол кісінікі ма?